Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда сіздермен бірге қызылшадан салат дайындайтын боламын. Ең алдымен қызылша мен картопты бөлек-бөлек фольга қағазына орап, қызып тұрған духовкаға 1 сағаттай қоямыз. Асты күйіп кетпеу үшін астын баяу отта қойып, 1 сағаттан кейін астын сөндіріп, жарты сағатқа суытып қоямыз. Жарты сағаттан кейін духовкадан алып, сыртқы фольгасын ашып, картопымызды тазартамыз, қабығын ашып. Одан кейін қызылшамызды тазартып, барлығын дайындап қоямыз. Тазартып болдық. Тұздалған қиярымыз, жуамыз, бәрі дайын. Енді картопымызды ұсақтап турап, үлкендеу табаққа саламыз. Картопымыз дайын. Енді қызылшамызды тураймыз ұсақтап. Ұсақтап турадық. Енді тұздалған қиярымызды да осылай ұсақтап турап, барлығын дайындап, табаққа салып, одан кейін жуамызды да ұсақтап турап, қызып тұрған майға бір 15 минуттай қуырып, қызарғанша қуырып аламыз. Барлығын табаққа салып, енді тұздалған капустаны саламыз. Тұздалған капуста 3 қасықтай. Және майға қуырылған жуамызды салып, дәміне қарай тұзын саламыз, кішкене бұрышын салып, барлығын араластырып, дайын болған салатымызды 1 сағаттай холодильникке салып қоямыз. Міне салатымыз дайын, тәбет ашатын, дәруменге толы салатымыз дайын болды.